Етімізді қайнатып пісіріп аламыз. Піскен етті осылай майдалап тура қоймаңыз. Екі дана чесногымызды дәл видеоға қарап, кішкене етіп, жіңішкелеп турап аламыз. Екі дана чесноктың өзі бізге жетеді, салатымызға әдемілеп дәм береді и тәбетті ашады. Сосын бізге дәмдеуіштер қажет болады. Бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыш, ашы бұрыштың барлығын қосып, қызып тұрған майымызды осылай үстіне құйып аламыз. Жақсылап араластырып, кішкене мөлшерде тұз қоссаңыздар болады. Соя қоссаңыздар болады. Мен соя қосқан жоқпын. Сояны жақсы ұнатпаймын. Сол себептен қосқан жоқпын. Біздің салатымыз дайын. Ас болсын. Сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі жолы қандай салат жасағанымды қалайсыздар комментарийге жазып қалдырыңыз.